Сәлем достар, бүгінгі видеода қалай тез заливка қоюды үйренеміз. Яғни формат по образцу бұлай тек қана заливкаға қатысты емес. Мысалы шрифтары барлығы бірдей болу үшін, мысалы бір ячейканың қайта бүйтіп өзгерді отырғанша, оны мына кисточканың көмегімен, формат по образцу деген кисточканың көмегімен жасауға болады. Оған мысал ретінде мына кестемен түсіндіріп көрейін. Мына кестеде мысалы бізге 2 миллион теңгелерді бояу керек болса, біз мына заливка мысалы таңдаймыз. 2 миллион февральда боялды жирафик магазинде. Енді мына 2 миллион таңдау үшін қайтадан мына заливкамен жасап отырғанша, мына заливканы қайта қиып отырғанша, мына 2 миллиондыкінің сарыны мысалы басамыз, мына кисточканы тұр ғой, осы кисточканы таңдап аламыз да мына жерге қоямыз. Кисточканы таңдадық мына жерге, яғни формат по образцу осылай жасалынады. Керектеріңізге жарап қалса, видеома лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі оңайда және Excel'дің қиында формулаларын көрсететін боламыз. Рахмет.